Қай заманда да біз анау көкжиектің ар жағында не бар екенін деп толғанатынбыз. Жаңа бір нәрсені іздеп жолға шығатынбыз. Әр жиһанкез өзінің мінсіз саяхат елін елестетеді. Ол әр бұрылысы эпикалық көріністерге толы ел. Ал оған барар жол барлық қиял ғажайыптан да асып түседі. Ол мемлекет ежелгі елдерден мыңдаған хабарлар сақталған қобдиша іспеттес. Ол шытырман оқиғалар елі еді. Жолға шықсаң болды, әр кезде жаңа жүру бағыты, таулармен, жолдармен, далалармен, шатқалдармен, төбелермен керек десең, саған дейін ешкім жүрмеген сүрлеулермен. Тревелстанның әр түні жайлы. Жабайы табиғатта немесе ерекше шатыр үстінде болсын. Ыңғайлы жерде, не шу ортада болсын. Мұнда бәріне үлгергің келеді. Бұл қаланы есте сақтап қалған келеді. Осы атқан таңды да, және осы сәтте. Тревелстанда мына жерді де, ана жерді де суретке түсіріп үлгеріп көр. Тағамдарының иісін ай. Тревелстан гастрономиялық жаңалықтар елі. Әр таңғы, түскі, кешкі ас және жүрек жалғарда сен жаңа дәм татасың. Тревелстанды елестетіп көрші. Ол сен үшін қандай боп көрінеді? Қазақстанға қош келдіңіз. Қазақстанға қош келдің.